Сәулет мектеп-лицейінде жылдағы дәстүрге сай отбасы күні мерекесі аталып өтті. Қай уақытта болмасын, отбасының адамзат ұрпағына ықпалын өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Отан қуат, отбасы шуақ деп білетін ұлттың отбасының тыныштығы мен құндылықтарын бірінші орынға қойған. Отбасы күнінде отбасылық спорттық сайыстар. Ұлттық құндылығымызға негізделген жеңгелердің сайысы қамыр жаю. Әжелердің жүн түтуі сайысы өткізілген болатын. Бүгінгі іс-шара бойынша ата-ананың ойлары. Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана? Сізге бір-екі сұрағым бар еді. Сіз үшін отбасы деген не? Сәлеметсіз бе? Мен үшін отбасы деген енді екі адамның құрылған бір шағын мемлекет. Мемлекетіміздің бір бөлігі деп санаймын. Екінші сұрағым, сіз үшін қазіргі таңда отбасыдағы құндылықтарды не деп санайсыз? Отбасыдағы құндылық деп, енді отбасыдағы татулық, береке, балаға берілетін тәрбие, жаңағы адамның бір-біріне деген сыйластығы, қамқорлығы, енді соның бәрі келеді ғой. Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана? Сізге сұрағым бар еді. Қазіргі таңда ұшық үйірдің маңызы қандай? Енді қазіргі таңда ұшық үйірдің маңызы өте киелі дүние. Жүнді жуып, түтіп, иіріп, оны екі қабаттап ширатып, тоқып, жылы нәски, жүн нәски деген өте пайдалы. Мысалы, қыста таптырмас дүние деп ойлаймын. Мен өзім отбасыма, барлық отбасымызда неше адам бәріне жыл сайын жүн нәски тоқып кигіземін аяғыма. Ұшықтың да түрлері көп болады. Қол ұшық болады, сүйектен жасалады, ағаштан жасалады. Қазіргі заманда тоқпен иіретін ұшық бар, аяқпен иіретін ұшық бар. Мен өзім анамнан қалған қол ұшықпен иіремін мысалы. Мен үшін ұшық киелі, ыстық дүние. Осы негізде отбасынан жалғасын табатын құндылықтар негіздерін ұмыт қалдырмай жаңғырта түсейік, рухани болмысымызды жоғалтпайық.